Мен Заксалыкова Елена Жұбатқан қызы, номері 3-ші Гүлдер балабақшасының тәрбиешісімін. Менің мамандығым жай ғана жұмыс емес, менің өмірлік жолым, жүрек қалауым. Себебі тәрбиеші болу балалардың балғын әлеміне еніп, олардың болашағына бағыт-бағдар беру. Әр таңымды балалардың таза күлкісімен, балдай тәтті апай деген сөздермен бастаймын. Олардың кішкентай жүректеріне сенім артып, үлкен үмітпен қараймын. Әр баланың мінезі бөлек, әр қайсысы бір-бір гүл, бірі жайқалып ашылады, бірі уақытты қажет етеді. Ал сол гүлдің жайқалуына мейірім мен сабыр, түсіністік пен қамқорлық қажет. Өз жұмысымды жан тәніммен сүйемін, бар ынта-жігерімді, бар білімімді, бар жылулығымды осы мамандыққа арнаймын. Баланың бойына тек әріп пен сан үйретіп қана қоймай, адамгершілікке баулу керек деп санаймын. Тәрбиеші болу оңай емес, бұл үлкен жауапкершілік. Бірақ сол жауапкершілік мені қорқытпайды, керісінше алға жетелейді. Себебі әр баланың алғашқы қадамына куә болу, алғашқы жетістігіне қуану тәрбиеші үшін ең үлкен марапат. Мен өз мамандығымды мақтан тұтамын. Себебі мен болашаққа қызмет етіп жүрмін. Бүгінгі баланың ертеңгі ел тірегі болуына кішкентай болса да үлес қосып жүргеніме қуаныштымын. Сондықтан да мен сеніммен айта аламын, мамандығым менің мақтанышым. Ал тәрбиеші болу менің жүрек қалауым.